Assalomu alaykum. Bugun bizde Grand avtokөлігі. Машина 1-2 алды ремонтқа барған. Білмеймін енді қай жерге ремонтқа барған, Аллах білуші. Жалпы себебін таппадық дейді. Бүгін келді, міне кілтті өшік тұрады. Кілтті қосасын, стартер қоспайды. Деп жанып қалады. Компьютер жақтарды тексердім. Проводкалар бәрі дұрыс тұр. Мына жақта ящиктерін тексердім, бәрі дұрыс тұр. Енді Алла қаласа қазір себебін тауып жатсақ, соны айтамын. Бірақ мен күмәнданып атқаным, мына жерге келеміз. Мына айналаның бәрін реттедім. Кейбір кезде мынандай массалардан болып қалады. Бұл айналасын бәрін көрдім. И бір жайтты байқап қалдым. Қараңыздар. Кондуктор жанып тұр, кондуктор жанып тұр. Кондуктор жанбайды. Блокта жанбайды. Мына қараңыздар, жанып тұр ма? Жанып тұр, мында жақта жоқ. Ол неден болған? Мынау мына жерде крашни термосат саған, содан тоқ өтпей қалған. Қазір Алла қаласа осы тоқты өткіземіз, иншалла. Содан кейін ары қарай жүрілетін көреміз. Бұл жерде фар бірі жанады, одан кейін стартер қоспайды, компьютер қуып жатыр. Осы машина дұрыс жұмыс істемейді, генератордан дұрыс тоқ алмайды. Осы блок пен аккумулятордың ортасында соединение жоқ, масса жоқ. Алла қаласа сол массаны туралаймыз, иншалла. Машина дұрыс болса, ары қарай видеоның жалғасын түсіретін боламыз. Алла істеріңізге береке берсін, пайдалы етсін. Каналға жазылып лайк басып, каналдың дамуына себепкер болыңыздар. Ары қарай жалғасын түсіретін боламыз, иншалла. Аллах қалауымен массамызды дұрыстап қатырып қойдық. Мына жерде краска екен, краскасын тазалап қатырып қойдық. Енді контролькімізді плюсқа қоямыз, плюсқа. Міне істеп тұр. Тоқ тұр. Генератор тоқ бар. Блоктан тоқ өтіптер. Мына проводтан тоқ өтпей қалған. Енді кілтімізді ашамыз, иншалла. Кілтімізді ашамыз. Кілтті өшіреміз. Алхамдулилля, Аллахтың берімділігімен табылды ауруымыз. Жалпы кім осындай ситуацияға түсіп жатса, стартер алмай қалса, болмаса бір-екі ремонттан кейін сондай жағдайлар болып қалатын болса, компьютер қуып, щиток бір жанып, бір өшіп, фарлар бір қосылып, бір қосылмай, генератор тоқ бермей, стартер қоспай болатын болса, бірінші осы машинаның кузовтағы массасын, блоктағы массасын, компьютерге келетін массасын, мына жақтағы массалар болып дұрыс келмей қалатын болса, осы машина бірінші қуады. Датчиктерді ана-мынау ауыстырмай, бірінші осы бір жеңіл себептерін іздеп көру керек. Ол үшін арнайы дұрыс мамандарға барған жөн. Аллах істеріңізге береке берсін, пайдалы етсін. Ассаламу алейкум, рахматуллахи баракатух. Стартерін қосып көрейікші. Стартер қолап тұр, алхамдулилля. Ары қарай ана валиметрлерін жауып, кейін тексеретін боламыз.